Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өзгеше королевский ужин дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа 500 грамм фаршты қосуыңыз қажет. Ол қойдың етін немесе сиырдың етін қолдансаңыз да болады. Және оған мясорубкадан өткізілген бір үлкен пиязды қосу қажет. Пиязды немесе кішкентай ұсақтап турасаңыз да болады, бірақ маған мясорубкадан өткізген ұнайды. Және оған дәміне қарай тұз, бұрыш, китайский тұз қосасыз. Мен олардың мөлшерін жазбаймын. Неге десеңіз, бір адамға әрқалай өзінің дәміне қарай өзіңіз көріп қоса бересіз. Және осы тұз, бұрыштарды қосып болғаннан кейін оған 3 ас қасық панировочный сухари қосу қажет болады. Яғни ұсақталған қатқан нанның ұсағыны қосу қажет. Оны көп қосып жібермеңіз, фаршыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Тек қана 3 ас қасық 500 грамм етке. Және оны осындай қолдың көмегімен бір-біріне араластырамыз, видеода көрсетілгендей. Және осылай алып, оны табаққа, ыдысқа ұру қажет болады. Сонда етіміз қатады. Кейіннен алдын ала пергаментті төселген осындай духовканың ыдысын аласыз. Және осындай мен видеода көрсеткендей етіп, олардан бортик жасайсыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Дәл осы 500 граммнан менде 12 осындай лодиктар пайда болды. Сіздерде сондай болады. Және осы пергаменттің астында видеода онша түспей қалыпты, бірақ байқасаңыздар көрініп тұр. Осылай пергаменттің шетін сәл қана көтеріп тұрып, оған жарты пиала суды құясыз. Және қалған жарты пиаласыны осылай арасына құйып шығу қажет болады. Және оны барлығына осындай фольганың көмегімен бүкіл беті жабылып тұратындай етіп төсеп қоямыз, фольганы видеода көрсетілгендей етіп. Және оның осы арада духовканы 200 градуста қыздырып қою қажет алдын ала. Және осылай печкаға салу үшін фольгамен бетін жабасыз полностью. Және 200 градус қыздырылған печкада бетін полный ашпай 25 минут пісіруіңіз қажет болады. Және енді пюрені дайындаймыз. Пюре үшін жарты кило картошканы пісіріп, оны пюре етіп езіп, оған сүт, май, тұз қосып, осындай бір келкі болғанға дейін араластыру қажет болады. Бір келкі сұйық сәл влажный пюре болып шығады. Және осылай терканың осындай ұсақталған майда жағынан сырды шығарасыз. Сырды кез келген қолдансаңыз болады. Мен эмир моцарелла сырын қолданғанмын. Міне біздің 25 минут өткеннен кейін осылай дайын болады. Біздің осындай бортиктеріміз, лодкаларымыз. Осылай 25 минуттан кейін бетін ашсаңыз, осындай сулары осыған жиналып, әдемі болып шығады. Және осы етке жаңағы дайындаған фаршымызды қасықпен қоссаңыз болады, немесе мен сияқты пакетке салып, осындай әдемілеп фарштарды, пюрелерді салып шықсаңыз болады. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Міне барлығына салып шықтым. Және жаңа помидорды турап алдым. Мен помидорды онша қалың етіп жүрмеңіз, жұқа етсеңіз де болады. Және осы помидорларды үстіне қойып шығасыз. Және помидорды қойғаннан кейін үстіне сырды, теркадан шығарған сырды сеуіп шығасыз. Видеода көрсетілгендей етіп, сырды бір-бір үсттеріне сырды сеуіп шыққаннан кейін оны печкаға 5 минутқа тек қана сыр еру үшін ғана бір рет салып аласыз. Сонымен біздің асымыз дайын болады. Егер де сізге ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.